Мына үлкен әлемдік адамзат тарихындағы сұмдық оқиға. Бұл аңыз емес. Бұл кешегі 31-33-те 4,5 миллион қазақ, 2,5 миллион украин қырылып қалғанды біз кинодан көрген сияқты кино емес. Ұйқымызды ашайық, біз кино көріп тұрған жоқпыз. Бұл дәл осы сағат, осы минутта жүріп жатыр. Біз осы жерде еркін болып, әзілдеп, соғым басына шақырып, қазақтар бірімізді біріміз өсектеп жатқанда, дәл қазір 6 миллион, мүмкін 700 мың қазақ түрмеде Қытайдың тепкісінде отыр. Туалетке барайын десе бара алмай. Кеше Күлзира Әуелхан қыз айтты, туалетте 2 минуттан артық отырғанда басыңа келіп тоқтаяқпен ұрып жібереді дейді. Талып түсесің дейді. Әйел. Ал енді сонда қара. Орынбек Көксебек, Қазақстан азамат, темір зынданға қамайды, шұңқыр құдыққа қамайды, қақаған аязда желтоқсанда төбесінен су құйып талдырады, есін білмейді. 100 талып 100 есін жияды түрмеде. Неге? Қылмысы қазақ. Ешкімге жәбірі жоқ жігіт. Оның қылмысы қазақ болғаны. Солар көрген қорлықты сенің аға бауырың көріп жатыр. Сенің аға бауырың сөйтіп жатыр. Күлзира Әуелхан түрмеден шығып айтты, жас қыздар ұйғырдың, қазақтың қыздар жоғалып кетеді дейді. Қайда кетті олар? Қайда кетіп жатыр олар? Не сойып бауыр бүйрегін $1,000,000 жіберді. Немесе ойыншық қып жатыр. Менің қолымда дәлел фактісі бүкіл құжатымен тұрып, жариялай алмай тұрып, өзі келісім бермей. Міне ғалым куә. Қазақтың 19 жастағы жас қызын тепкілеп, 2 бұтының ортасында темір салып, жатырын жыртып жіберген жатырының суреті тұр менде. Қазақтың сұлу әдемі қызын қорлық қылып, ойыншық қылып, оған сондай бәдік фильмдер түсірткізіп, ертең оның үнін шығартмау үшін ішкі Қытайға алып барып, қонақ үйлерге жатқызып, өздері арақ ішіп, қаңғып, біреудің астына салып беріп, және оны бопсалау үшін видеоға түсіріп, қол аяғын шынжырлап қонақ үйде қамап кетіп, үлкен кіші дәретін төсекке жіберіп жатқанын моқсүдігіне малынып айтып беріп отыр. Қанша еркектің зорлағанын білмеймін дейді. Осыдан артық қорлық бар ма? Осыдан артық қорлық бар ма? Осы қорлықты әлемге жеткізейік деп шырылдап жүрміз. Бұл біз білген 1% ақпарат. Алда өмір болса, біз олардың біздің бауырларымызға не жасағанын білген кезде, мүмкін олар тұқым қалдырмайтын болып кетер. Мүмкін бітті, олар сол өлген беті жоқ болар. Мүмкін әйелдер бала тұтылмас болып кетер. Мүмкін еркектер мәңгі бақи бала сүймес болар. Көз алдымызда тірі жүргенмен 20-30 жылдан кейін бәрі жоқ болады. Ұрпақ жалғаспаса сол ұлт жоғалады. Олар тараптан қарап, біз соғым сойып, біз той тойлап, біз қазақтар бірімізді біріміз өсектеп жатқанда, біздің 3 миллион бауырымызды қырып жібермекші олар. Бір жылда қырмайды, бірақ 20 жылдан кейін бәрі таусылады, себебі ұрпағы қалмайды. Біз селқос отырмыз. Біз селқос отырмыз. Ұйғырларға бұл пәле келгенде, өздерінен дедік. Қытай жақсы дедік. Рас па? Артынан бізге келді. Ал бізде сол кезде солай әкелді. Біз сол кезде айттық халыққа, көш дедік, сақтан дедік, жылжы дедік. Соны айттық. Мына бәле келді. Бүкіл Тибетті қынадай қырған мынау Чинчонға келді. Бітті, геноцид басталады деп зарладық. 2014-тен бастап. Сол жарқын жеті деген лекцияны сол кезден зарлап айттық. Айттық па? Ал жарқын жетінің кесірінен деп өсектедік па? Өсектеді.
Жарқын жетінің лекциясы бір империяның саясатын өзгертеді екен. Онда Чүнчонға неғып миллион тибетті қырып тастады шизаңдар. Жарқын жетіден ба? Біз сөйтіп өсектеп отырмыз. Біз сөйтіп дау-дамайға қарап отырмыз. Бірақ бауырларымызды қынадай қырып жатыр. Ол баяғыдағы немістердің 6 миллион еврейді бір жолда қырғандай болмайды. Бірақ ағы бауырларымыз ұрпақ көрмей, не жармес болып, қарасаң сау, саудың тамағын ішет, бірақ қасында 10 сағат отырсаң, 10 ауыз сөз айтпайтын жармес болып шығады. Жынды дейін десең сау, сау дейін десең жынды. Қан майданда қолыңа қару ал, аз болсаң да жауыңмен айқасып өліп кетсең арманың не? Бала шағаңды, әйеліңді, ұлыңды, қызыңды қорғаймын деп өлсең шахитсің. Үйіңде отырып тыныш жағдайда үйіңнен түнгі сағат 2-3-те алып кетіп, өзің дерегің жоқ болмай, сүйегің табылмай өлу, міне қазір басталды. Басталған 3 жыл болды. Біз рахаттанып, өсегімізді айтып, осы мәселені көтеріп жүрген азаматтарға жала жауып, оларға жала жапқандардың өсегін ел естімей қалмады мекен деп таратып, солар құрған топтарда отырып, соларда кей сөзі рас қой деймін деп. Сен өстіп отырғанда бауырыңнан, қарындасыңнан, әкеңнен, көкеңнен, құдаңнан, құдашаңнан тірідей айырылып жатсың. Сенің әрбір сол өсек тыңдап, әлеуметтік желіде рахаттанып, әңгіме айтып отырған кезіңде сенің бір туған сіңліңді зорлап жатыр. Бір туған бауырыңа екпе егіп жатыр. Сен бұл жерде қолыңнан бұқ келмей отырсың. Аққа жақ бола алмай, ақиқатты айта алмай, жақын туысыңды күттей алмай, не бұл жұмысты алға қарай ілгерілетудің бір тетігін таба алмай, не соны көтеріп жүрген жігіттерге бір көмегіңді бере алмай, тым құрғанда араша түсе алмай отырсың. Бізді жабу оңай. Біз жабыламыз. Бізге де жабыл десе жабыла саламыз. Халыққа да түсінікті. Ертең ұрпақ алдында да бетіміз жарық, қара бет болмаймыз. Бізді жапты, жабылдық дейміз. Болды. Ал сосын кім ары қарай бұл жұмысты жүргізеді? Кім әлемдік ақпаратқа жеткізеді? Егер тура осыны біз ұқсап параллель бір жігіт шықса, мен соның бәтеңкесін күніне сүртетін едім. Мен сол жігітті мойныма көтеріп алатын едім. Тура осыны Астанадан 10 жігіт шығып, болды, осындай деңгейде біз істейміз десе, мен оны жет әкем көретін едім. Өмір бойы құлың болайын дейтін едім. Тура осыны Алматыда мен тура сен сияқты істеймін, сенен асырып істеймін деген жігіт болса, мен саған 100 жылға өлгенше құл болайын деп келісім шартқа отыратын едім. Бұл Қытайдағы аз қазақпен шектелмейді. 3 миллион қазақты аз дейік. Ол ертең тұтас Қазақстанға келеді. Ұлыңды құл етеді, қызыңды күң етеді. Ол тұтас Орта Азияға келеді. Қырғызстаныңда ап деп Айдаһардың аузын жұта салады. 30 миллион өзбегің оған 30 тал қурайдай болмайды. Адамзат тарихындағы 1000 жылдық өркениеті бар Ташкент, Самарқан, Бұқара, Қиуа Қытайдың құмырсқасының илеуіне айналады. Ол Каспийдің ар жағындағы Әзербайжанды ол ап деп жұта салады. Себебі оның мұнайы тұр. Ол Орал тауына, ол Қапқазға желге мініп ұшқандай ұшып жетеді. Ол мұна тұрған тәжікті әлден құлдығына алып үлгірді. Бадақшанды тартып алды. Алтын кенін тартып алды. Түрікпенге олар саларларды жіберіп, сенің бауырың деп Қытай болып кеткен Қытайдың өзін салар деп жіберіп, оларда да жұмсақ күштерін жетілдіріп жатыр. Себебі ода газ тұр, мұнай тұр. Ол тұтас Орта Азияны, тұтас Түркияны алып болайын деді. Түркияның өзін күрттерге қару беріп, амалсыздан өзінің одақтасы жасап отыр. Маған көнбесең күртті қолдаймын деп отыр. Мемлекетті сақтап қалу үшін түрік бауырларымыз Қытаймен одақтасуға мәжбүр болып отыр. Себебі мемлекетті сақтап қалу керек оларға. Олар да шарасыз. 4 миллион араб ол бағып отыр.
міне бүкіл әлемге Қытайдың қаупі келе жатыр. Сол Қытайдың қаупінің бірінші шекарасында, сол Қытайдың батысқа қарай ағылатын бірінші шегінде біз тұрмыз. Қазақтар жығылған күні, қазақтар құлаған күні тұтас әлемге қара құмырсқа ағылады. Біз Құдай тағаланың осы Қытай тасқынын тосу үшін қағып кеткен қазығымыз. Кешегі Шыңғысхан қалың уақтың әскерін, қалың түріктің әскерін неге Қыши коридорына қағып кетті? Қарақытай түрік әлеміне бармасын деп. Міне содан Дуңған, Салар дейтін, Бауан дейтін қауым қалыптасты. Тұғжа қалыптасты. Сол Шыңғысхан көрегендігінен Қарақытай батысқа ақпасын деп қағып кеткен қалың әскери дивизия, әскери қосым болады. Соңғы қосым болып біз қалдық міне. Біз құлаған күні жер шар бітеді. Біз Қарасеңнің аузында тығын болып тұрмыз. Айдақардың аузында тұрған тығын болып тұрмыз. Біз құлаған күні жер шары бітеді. Сондықтан қазақтар мықты болуға тиіспіз. Орыстар Орта Азияны жаулау үшін қазақтармен 300 жыл соғысты. Ташкентті 2 орыс келіп 2 мылтықпен алып алды. Біз бүкіл өзбегіңді де, қырғызыңды да, тәжігіңді де, түрікпеніңді де орыстан 3 ғасыр сақтап тұрған бізбіз. Кешегі жоңғарыңды да бүкіл Еуропаңды сақтап қалған бізбіз. Құдай тағала бізді Орта Азияға бекер қойған жоқ. Кешегі Ескендірді Сақ даласынан қайтарған бізбіз. Кешегі Шыңғысхан болып бүкіл Еуропаңды жаулаған бізбіз. Кешегі бейбарыс болып Арабыңның өзінде патшалық құрған бізбіз. Кешегі Мекке Мединеңді 6 ғасыр ұстаған бауырымыз міне. Ол бізбіз. Кеше Әл-Құдысты біз ұстап тұрғанда дүниеде Израиль деген ел жоқта жер шары тып-тыныш болатын. Ол бізбіз. Қалай біз құладық? Дүние солай былықты. Біз Құдай тағаланың жалпы жауыздарға, кәпірлерге қарсы қойып қойған қылышымыз. Біз айналамызда орысыңды да, мына тұрған адасқан парсыңды да, мына тұрған жауыз жоңғарыңды да, Қытайыңды да ұстап тұрған жалғыз қазықпыз. Ендеше сол қазықтың тірегі Қазақстан. Біз сауатты түрде жұмыс жасаймыз. Біз Қазақстанның заңын бүлдірмейміз, көшеге шықпаймыз, ереуілге шықпаймыз, жат ниетті бүлдіргіш, көшеге шақырғыш, ереуілге шақырыш қауымдарға ілеспейміз. Заңды түрде қағазға арыз жазамыз. Болды. Ақ қағазға арыз жазамыз. Қазақша, ағылшынша, орысша, немісше, французша, арабша, түрікше жер әлемге үнімізді жеткіземіз. Бірінші шарт заң бұзбаймыз. Егер біз заң бұзсақ, біз ереуілге шықсақ, біз жат ниеттегі шетелдегі қашқындардың сөзіне ерсек, онда бұл ісіміз насырға шабады. Онда мәңгі бақи арызыңды айтатын, үніңді жеткізетін каналыңды жауып тастайсың. Сондықтан біз тек қана сауатты, тыныш, бейбіт Гандидің жолымен болған факті, ашты шындықты айдай әлемге жеткіземіз. Басқа. Бұдан басқа жол көріп тұрған жоқпын. Бұдан басқа жол табатын азамат болса айтсын. Ақылымыздан өтсе, соның артынан ілесуге дайынбыз.